Жақында Владимир Зеленский ақш президенті Джо Байденмен кездескен кезде ресейлік пропаганда әдеттегідей неше түрлі түсініксіз сандырақ әңгіме айта бастады. Уақыт өту кездесу аяқталған соң Байден қолымен Зеленскийдің жамбасын ұстап тұр деген мазмұнмен жазбалар, тіпті фотолар жарияланды. Сурет фейк пе әлде сенуге бола ма? Бірге тексерейік. Желіде тараған фото қолдан жасалған, яғни Photoshop. Америкалық президенттің әйелі Twitterде бөліскен түп нұсқа суретте Байденнің қолы Зеленскийдің белінен жоғары, яғни арқасында. Міне мынау оригинал нұсқасы. Фото жақында Зеленскийдің Ақ үйге барған сапары кезінде түсірілген. Интернетте осыған ұқсас бірнеше сурет бар, мысалы мыналар. Сенімді дереккөздердегі фотоларда да Байден Зеленскийдің арқасынан ұстап тұр. Құрметті достар, бұған дейін де каналымызда Зеленский және Байден туралы бірнеше видео жарияланған. Көруге кеңес береміз, ең бастысы лайк пен пікірді аямай каналға жазылуды ұмытпаймыз. Келесі кездескенше.